мен сендерге өмірде болған оқиғаны баяндамақпын. Назарларыңыз бізде болсын. Баяғы өткен заманда бір-екі дос болыпты. Оның бірі қатты науқастанып, аяғына енді тұрған шағы екен. Екі дос көл жағалап, таза ауада тыныс алмақ үшін серуенге шығады. Достым, бүгін күн қандай керемет? Иә, дұрыс айтасың, достым. Қарашы, табиғаттың өзі де сенің денсаулығын көргендей құлпырып кетіпті. Иә, таза ауа менің денсаулығыма өз әсерін беріп жатқандай. Тоқташы, естідің бе? Бұл ненің дауысы? Немене? Бұл ақырған аюдың дауысы секілді. Аю дейсің бе? Аю? Жолдасын тастап, өзі бір үлкен ағаштың басына шығып кетті. Ал досы болса, сырқатынан енді қайтқан, ағашқа шығуға дәрмені жоқ, жерге құлады да созылып, өлген кісі секілді жата қалды. Оның естуі бойынша, аю өлген кісіге тимейді екен. Аю бұл жатқан кісінің қасына келіп, иіскелеп тұрды да жөніне кетті. Достым, аю сенің құлағыңа не деп сыбырлады? Аю менің құлағыма ақыл айтты. Енді тар жолда сені тастап қашатын достармен жолдас болма деді. Балалар, осы әңгімеден аман дос пен адал достың ара жігін ажырата білуді үйрендіңдер деп ойлаймын. Яғни, нағыз дос бола білетін адам сені ешқандай қиындықта тастамайды. Сондықтан өмірде досты да дұрыс таңдай білген жөн. Дұрыс дос таңдай білу өмірлік мақсаттардың бірі және өмірдегі ең басты құндылық. Сау болыңыздар.